Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода жаңа жылға арналған осындай керемет кекстің жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрметті менің қыз-келіншектерім, астындағы подписация батырмасын басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға осындай жартылай ерітілген сары майды құямыз. Оның үстінен қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі 4 дана жұмыртқаны осылай бір-біреуден қосып отырып, миксермен араластырамыз. Міне барлық жұмыртқамызды қосып араластырдық. Енді қалауыңыз бойынша осындай шамалы мейіз немесе жаңғақ қосып араластырсаңыздар болады. Енді жарты ұнымызды салып, және де разрыхителімізді салып, миксермен араластырамыз. Енді қалған жарты бөлік ұнды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, біздің тестамыз дайын болды. Енді формамызды жақсылап майлап алып, тестамызды құямыз. Қалауыңыз бойынша өзіңіз домалақ формаға да, төртбұрышты формаға да пісіре берсеңіздер болады. Енді қызып тұрған 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Піскенін осындай ағаш таяқшамен тексеріп көреміз, құрғақ болып шығу керек. Міне қыздар, менің кексім толықтай пісіп шықты. Қарасаңыздар, бетіндегі мейіздері де өте әдемі болып шықты. Енді осындай қалауыңыз бойынша ақ шоколадты ерітіп, бетіне сәндесеңіздер болады. Енді ол қалауыңыз бойынша үйдегі бар заттармен жасай беріңіздер. Кәдімгі сгущенкамен де сәндесеңіздер болады. Кәдімгі қара шоколадпен де, болмаса кәдімгі сахарный пудраны да сеуіп сәндей берсеңіздер болады. Мен енді осындай ақ шоколадты қолдандым. Бетіне гранаттың дәндерін осылай әдемілеп сәндеп қойсаңыздар болады. Енді қалауыңыз бойынша басқа да жеміс-жидектерді қолдана берсеңіздер болады. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне осы кексті дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Енді кәдімгі укроппен осы кәдімгі елканың жапырағы секілді етіп сәндеп шығамыз. Міне қарасаңыздар, қыздар, біздің кексіміз өте әдемі болып шығып жатыр. Барлығы қарапайым заттардан тұрады, бірақ енді түрі де өте әдемі болып шықты. Қазір ортасын кесіп көрсетемін. Міне қыздар, қарасаңыздар, ортасы толықтай пісіп шықты, жұмсақ болды, дәмі де керемет болып шықты. Алдағы келе жатқан жаңа жыл мерекесіне міндетті түрде жасап көріңіздер. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа жыл мерекесіне көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеоларда кездескенше.